Қабырғаның арғы жағында. Сонда жаратқан ие Иешуаға: «Міне, мен Иерихонды сенің қолыңа түсіріп беремін». Иешуа 6 тарау 1 аят. Құдайдың Иешуаға берген барлық уәделері Иерихон қаласының қабырғаларының арғы жағында болған. Осы жағдайдан біз 2 маңызды нәрсені үйренеміз. Біріншісі, сіздің батаңыз мәселенің арғы жағында. Қабырға құлағаннан кейін ғана сіз сол жерлерді иемденесіз. Мұның осылай болатыны анық, өйткені Иса сізге дұшпандарыңызды көрсететін, соғысу шеберлігін үйрететін, қабырғаларды құлататын жеңімпаз. Екіншісі, сізге осы батаны иемдену үшін күресу керек. Сізге осыдан сескенудің қажеті жоқ. Сіз өз күресіңізге ғана сүйеніп күреспейсіз, сондай-ақ жалғыз да емессіз. «Мен не істей аламын?» деп сұрайтын шығарсыз. А нұсқасы: жеңістің сіздің мінәжат етуіңізден басталатынын түсініңіз. Иешуа: «Жаратқан ием, өзінің қызметшісіне не айтпақшы?» деп мінәжат ете бастаған кезде барлық нәрсе өзгерді. Иешуа 5 тарау 14 аят. Құдайдың сізге деген бір арнайы жоспары бар, ал сіз одан сұрасаңыз, ол сол жолды сізге көрсетпек. Ә нұсқасы: шайтанда Құдайдың сөздерінен қорғанатын ешқандай амал жоқ. Иса шайтанды Құдайдың сөзімен 3 рет жеңді. 3-ші жеңістен кейін не болғанын оқиық. Мұнан соң шайтан оның қасынан кетіп қалды. Ал періштелер келіп Исаға қызмет көрсетті. Матай жазғаныз хабар 4 тарау 11 аят. Егер сіз шайтанға табандылық көрсетсеңіз, онда ол қашып кетеді. Ал Құдай сізге күш пен жігер береді. Паул бізге: «Зұлым күштер шабуыл жасаған күні қарсы тұрып, ақырына дейін күресіп, жеңіп шыға аласыңдар», дейді. Ефестіктер 6 тарау 13 аят. Есіңізде болсын, шайтанның уақыты санаулы. Жеңіске жетуге сәл қалғанда әрекет етуді тоқтатып жүрмеңіз. Иешуа Иерихон қаласының қабырғасын 3-ші, не 4-ші рет айналған кезде тоқтап қалса не болатын еді? Сондықтан да алға жүре беріңіз. Қабырғаның арғы жағында сізді батаңыз күтіп тұр.